Мен Сейдіғали Әли Нүсерғалиұлы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай мәдени бос уақыт өткізу орталығының мәдени ұйымдастырушысы. Еріншек адам. Ертеде күні бойы ештеңе істемейтін жігіт болған екен. Тіпті науқан кезінде де ауылдағы адамдардың бәрі жұмысқа кеткенде ол қорылдап, ұйықтап жатады екен. Жағдайы жақсарады деп бірнеше жыл күткен әйелінің шыдамы таусылады. Ол күйеуінің құлағының түбінен бар даусымен егістікке барда жұмыс істе деп айқай салады. Жігіт бір жағына аунап түсіп, оны түн ортасында оятып жібергендей қабағын түйіп, мазамды алма, мен шаршап ұйқым кеп жатқанда неге менің мазамды ала бересің дейді. Әйелі бұнысын бұрында естігендіктен одан сайын ашулана түседі. Сен қалай күнді түні ұйықтай бересің? Сен науқанның нағыз қызған кезінде ұйықтап жатырсың. Тіпті байғұс балалар да егістікке жұмысқа шығады. Егер сен осылай жата берсең, бүкіл жанұямызбен аштан өлеміз, дейді әйелі. Мен одан да кетейін, ұйықтауға басқа жер тапқаным жақсы болар еді, дейді күйеуі. Кете бер, тап қазір кет деп айқайлайды әйелі. Күйеуі төсектен бірден ұшып тұрып, сөйтеді де үйден атып шығады. Әйелі оның жылдамдығына таң қалғаны сонша аузын ашып тұра қалады. Жігіт көше бойлап кетіп бара жатып, жабайы сиырды көреді. Ол күн астында маужырап жатыр екен. Жігіт жабайы сиырға қызыға қарайды. Мен жабайы сиыр болғанымда ғой, деп ойлайды жігіт. Жол бойында көлеңкелейтін жер болмаған соң, жігіт жақын маңдағы жотаға беттейді. Ол жотаға жеткенде шатыры қамыстан жасалған лашықты көреді. Лашықтың ескілігі сонша құлағалы тұрады. Ішінде бір шал бірдеңе жасап отыр екен. Еріншек жігіт оған қызыққан емес. Осындай кәрі адамның бірдеңемен шұғылданып жатқанын көргендіктен таңырқай қарайды. Кешіріңіз, дейді ол шалға. Сіз не істеп отырсыз? Шал масканы көрсетіп, мен жабайы сиырдың маскасын жасап отырмын, дейді. Жігіт шалға күліп, неге адамдар түкке тұрғысыз нәрсеге сонша еңбектенеді? Одан да ұйықтаған артық қой, дейді. Шал күліп, түкке тұрғысыз жұмыс деген болмайды, дейді ол. Сіз солай ойлайсыз ба? Жарайды. Олай болса, өзіңізге де, өсиетіңізге де сәттілік тілеймін деп, жігіт бұрылып жүре бергенде, шал жұмсақ дауыспен, масканы жұмыс істегісі келмейтіндерге пайдалы болуы мүмкін, дейді. Пайдалы болуы мүмкін? Қалай? Егер сен шынымен білгің келсе, неге киіп көрмейсің? дейді. Шал тез арада жігіттің бетіне масканы кигізе қояды. Сонан соң шал тығып отырған былғары жіпті масканың темір жүзіктеріне байлап қояды. Еріншек жігіт қанша тартқанымен маска шешілмейді. Мынаны шешуге көмектесіңізші деп жалынады ол. Өте ыстық. Бірақ оның сөздері біртүрлі болып шығады. Дауысы жуандап, қарлығып, жабайы сиырдың даусына ұқсайды. Сөздері му деген сияқты естіледі. Еріншек жігіт жабайы сиыр сияқты айнала жүгіріп, сүзе жөнеледі. Шал былғары жіптен ұстап, еріншек жігітті маскасымен бірге жетелей жөнеледі. Жол бойында еріншек жігіт адамдардың күлген, таласқан дауыстарын естиді. Ол жабайы сиыр сатылатын базарда кішкентай қораның ішінде жабайы сиырлармен тұрғанын иістен байқайды. Ол шалдың бір шаруамен сөйлескенін естиді. Есіңде ұста, дейді шал. Бұны шомыр егістігінен аулақ ұста. Шомырды жегеннен
сол бетінде өліп қалады. Ол тағы да шалдың кейбір жабайы сиыр ерекше болады дегенін естиді. Сосын еріншек адамды базардан сатып алған жабайы сиыр сияқты үйге алып кетеді. Бұл күннің ең ыстық мезеті еді. «Жылдам, ақымақ жабайы сиыр, неге жалқауланып келесің?» деп айқайлаған шаруа еріншек адамның арқасынан үлкен таяқпен ұрып кеп қалады. «Мен жабайы сиыр емеспін», дейді еріншек адам. «Мен маска киіп алған адаммын». Бірақ оның дауысы тура жабайы сиырдың даусындай болып шығады. Шаруа оны одан сайын қаттырақ ұрады. Еріншек адам өкіруін қойып, бұлай деп ойлайды: «Бұл менің соншалықта еріншек болғаным үшін тартқан сазайым». Ол шаруаның үйінде күні бойы жұмыс істейді. Оның тіпті ауыр арбаны да тартуына тура келеді. Күн батқанда еріншек адам өзінің жана қорасына барады. Ол қатты шаршайды, бірақ ұйықтай алмайды. Бар шамасы келгені жанұясын ойлай жылай береді. «Әйелім мен балаларым қалай екен?» деп жылайды ол. «Жабайы сиыр болғанша өлгенім артық», дейді ол өзінің өзіне. Кенеттен базарда өзін сатқан шалдың шаруаға айтқаны есіне түседі. «Мен шомыр жеймін». Еріншек адам қандай күш қозғалтқаны белгісіз қораны бұзып шығады. Ол шаруа қалдырып кеткен шомыр толы себетке барып бір бумасын алады. Сонымен өлген деген осы болады, дейді ол. Ол көзін тарс жұмып шомыр жей бастайды. Сол-ақ екен, жабайы сиырдың маскасы бетінен түсіп қалады. «Не болып жатыр?» деп айқайлап жібереді ол. Еріншек адамның қуанғаны соншалық, не істерін білмейді. Сосын үстіндегі жабайы сиырдың терісі де түсіп, ол қайтадан адам болып шыға келеді. Шаруа жануарларын тамақтандыруға шыққанда, ол әлі сол жерде тұр екен. «Әй, не болды?» дейді шаруа еріншек адамға. Қайтадан адам қалпына келгеніне қатты қуанған еріншек адам шаруаға барлық болған жағдайда түсіндіруге тырысады. Сосын ол үйіне қайтады. Жолда егістікке барып күні бойы жұмыс істейді. Әйелі күйеуінің өзгергеніне не себеп болғанын ешқашан білмепті. Сол күннен бастап ол ауылдағы ең еңбекқор адам болған екен.